Stay with me. Бәріне сәлем достар, мен Майнкрафт Промын. Және бүгін біз сендерге жасаған интро туралы сөйлесетін боламыз. Сендерге интро ұнады деген ойдамын. Бұл интролардың бәрін мен интернеттен таптым. Және жасап көргемін, өзім интернеттен тауып сендерге өзім жасап көргем. Және сендердің топовый комментарийлеріңді экраннан шығады. Мен шыққан мен ойдам. Экраннан шығу керек. Болды. Экраннан шығады деген ойдамын. Бұл сендерге неге ютубта өз еңбекмен подписчик тапқаным жақсы, және ютубта неге взаимкамен подписчик жинауға болмайтынын айтамын. Егер сендер өз еңбектермен подписчиктер табатын болсаңдар, сендердің каналдарын тез дамып кетеді деген дамайды негізі. Ал егер сендер взаимкамен алсаңдар, олар сені подписка жасап кетеді, или сендердің видеоларыңды көрмейтін болады. Онда ютубер кезінде менде болған. Сен маған тіркел, мен саған тіркелем деп сөйлесіп жүрген. Бірақ ондай жаман екенін енді түсіндім. Өйткені олар сені көрмейтін болады, каналыңды қарамайды және көрмейтін деп алып кетеді екен. Олар саған дизлайк басуы да мүмкін, бір минусы. Және олар сенің каналына дизлайк басып, жаман комментарий жазады, бірақ взаимкамен алған олар сендердің видеоларыңды қарамайды. Өйткені көп взаимкамен алғандар мен де қарамайтын баяғыда. Мені де қарамайтындар болған. Енді мен саған тіркелем, сен маған тіркел деп баяғыда мен де алған, бірақ ондайлар қазір қарамайды менің каналымды. Олар подписка жасап кетеді бір айдан кейін, бір 7 теңгеден. Сондықтан взаимкамен подписчиктер жинамаңдар, өз еңбектермен. Накруткамен подписчик жинайтын болсаңдар, олар сендерде өтірік подписчик болып шығады. Сендер конкурс өткізсеңдер, мысалы өздерінің каналында 2000 подписчик жинап. Ол конкурсқа накруткамен алған подписчиктерін сендердің ол конкурсқа қатыспайтын болады. Өйткені ол таза подписчиктер емес, олар құр сендерге лайк басады және тіркеледі, бірақ та олар сендердің видеоларыңды қарағанмен конкурстарына қатыспайды. Өйткені олар орыстарда болуы мүмкін, накруткамен жинаған адамдарда. Солай ютубтың бәрі. Және сендердің топовый комментарийлеріне рахмет. Енді әрбір видеода сендердің топовый комментарийлерін шығып тұрады экрандарымызға. Және интролар уже бізде бітті. Білесіңдер, интролар бітті десек те болады. Бірақ бір интро қалды. Мен ол интроны қалдырайын деп тұрмын. Сол интроны қалдырам. Өзім видеома керек болатын шығар деп сол интроны қалдырайын деп тұрмын. Онда сендермен болған Майнкрафт Про. Және бүгінгі видеомыз ұнаса лайк басыңдар. Және мен каналыма егер жаңадан болсаңдар тіркеліп кетіңдер. Мен сендерге бүгін зиян жағын айттым. Взаимканың зиян жағын және накрутканың зиян жағын айттым. Мен осылай 67 подписчикке жеттім негізі. 67 подписчикке басқа аккаунттар тіркепте жеткенмін, бірақ қазір мен нағыз подписчиктер 50 әлде 40 болуы да мүмкін. Өйткені 55 әлде 50 болуы да мүмкін. Өйткені кейбір подписчиктер менде өтірік подписчиктерсі. Ешқашан взаимкамен және накруткамен ютубтан көп подписчиктер жинап алам деп ойламаңдар. Олар ютуб сендер подписчик жинай алмайсыңдар. Hold up.